Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Маргариту пиццасы мен пепперони пиццалары қалай жасалу жолын көрсетемін. Кәдімгі пиццериядан шыққан пиццалардан ешқандай айырмашылық жоқ. Қайдағы өте дәмді шығады. Қамыры қалай дайындалады, оригинал соус қалай дайындалатын барлығын асықпай жақсылап түсіндіретін боламын. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен қамырына жылы су, тұз, қант, дрожж кішкене араластырып аламыз. Ұнымызды салып, қамырдың басы біріккенше осылай илеп аламыз. Сұйық майымызды құйып, қамырымызды жақсылап илеп, 45 минутқа жылы жерге ашығанға қойып қоямыз. Соусына бізге 2 помидор, болмаса менікі кішкентай болса 3 помидор керек болады. Осылай алдын ала кесіп аламыз. Қайнап тұрған суды құямыз, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сонда помидордың сырты оңай ашылатын болады. Осылай алып тастаймыз сыртын. Блендерлейміз. Сонымен помидорымыз дайын. Чеснокты осылай қолдарыңызбен майдалап турап алыңыздар. Қызып тұрған табаға сұйық майымызды құйып, бірінші чеснокты кішкене қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін езілген помидорымызды құямыз. 1 чайный ложкадай орегано приправасын саламыз. 1/4 чайный ложка тұз, кішкене қызыл бұрыш, паприка. Астын жай қойып, 10 минутқа бұқтырып қоямыз. Сонымен соусымыз дайын. Помидорымызды осылай домалақтап кесіп аламыз, чұқалап. Колбасамызды жұп-жұқа қылып кесіп шығамыз. Моцарелла сырын қолдандым. Осы сыр ең жақсы сыр негізінде. Теркадан өткізіп аламыз. Ең үлкен көзінен өткізе беріңіздер. Қамырымыз осылай 3 есе көтеріледі. 2-ге бөліп аламыз қамырды. Домалақтап, үстіне сұйық май жағамыз. Тағы да 10 минутқа қамыр өз-өзіне келу керек, сонда оңай жайылатын болады. Қойып қоямыз, бетін жауып. 10 минуттан кейін пергаментный бумаганың үстіне осылай жайып шығамыз. Жайылуы өте оңай қамырдың. 3 ас қасықтай соусты құйып шықтым, үстіне осылай жағып шығамыз. Үстіне сыр себеміз. Бұл жерде сыр 150-200 граммдай қолдансаңыздар болады. Неғұрлым сыры көп болса, соғұрлым пиццамыз тәтті шығады. Колбасаларымызды осылай араларын ашық-ашық етіп қойып шығамыз. Маргариту пиццасына да тура солай қайталаймыз. Бірінші соус, сыр, соңында помидорларымызды қойып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 250 градус температурада печкеде 10 минутта пісіріп аламыз. 10 минуттан артық қыстауға болмайды, қамыры қатып қалады. Сонымен өте дәмді 2 түрлі пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Бұл жаңадан ашылған канал. Үнемі тегін мастер-класстар салып отырамын. Жақсы ерекше рецепттер салып отырамын. Тіркеліп алыңыздар. Рецептін ауасы әліпіл басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.